Баршаңызға сәлем достар, мен супер келін Диана. Бүгінгі видео шығарылымында қазанда пирог дайындауды үйренеміз. Өте жұмсақ әрі пышный шоколадный пирогты біргелікте жасайық. Ең алдымен табаққа 3 жұмыртқаны шағып аламыз. Қантты қосып, барлық қоспаны жақсылап араластырып аласыздар. Жұмыртқа мен қантты дәл осындай әппақ болып көпіріп шығуы қажет. Енді сұйық май қосамыз және бөлме температурасындағы сүт. Енді барлық қоспаны қайтадан араластырасыздар. Ұнды илектен өткізіп салыңыздар, сонда пирогтарыңыз көтеріліп әдемі болып шығады. Какао ұнтағында илектен өткізіп саласыздар. Қамыр қопсытқышты саламыз. Енді барлық қоспаны жақсылап араластырып алыңыздар. Пирог дәл осындай сұйықтықта болуы қажет. Қазанды майлап аласыздар жан-жағының барлығын. Және арасына ұнды сеуіп шығасыздар. Қазанның ортасына стаканды қойып, пирогтың сұйық қоспасын жайлап құйып шығасыздар қазанға. Пирогты пісірген кезде ауа кіріп кетпеуі үшін осылай майлықпен бетін жауып қоясыздар. Бес минут қатты отта пісіресіздер, одан кейін оттың астын жай қойып, жарты сағат пісіріп аласыздар. Достар, міне жарты сағат өтті, біздің пирогымыз дайын болды. Енді бетіне ертілген шоколадты жағып шығасыздар. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Сіздерге пирогтың ішін кесіп көрсетейін. Қараңыздаршы достар, қандай пышный, әдемі болып шыққан пирог. Рецепт ұнаса достар, видеоға лайк басып, ой-пікірлеріңізді қалдырып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған супер келін Диана.